Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Соңғы кездері елімізде ең көп көтерілетін басты мәселелердің бірі зейнет жасын төмендету ұсыныстары. Тұрмыстың тауқыметін, онсыз да аз тартпаған қарапайым халықтың көпшілігі бейнеттің түбіне жеткен кезде зейнетке шыға алмай әлек. Биліктің осы зейнет жасын кімдерге төмендетіп жатқаны былай деп айтылды. 5 және одан да көп бала туған немесе асырап алған және оларды 8 жасқа дейін тәрбиелеген әйелдер 53 жаста зейнетке шыға алады екен. Және Семей ядролық сынақ полигонының төтенше және ең жоғарғы радиациялық қатер аймақтарында 1949 жылдың 29 тамызы мен 1963 жылдың 5 шілдесі аралығында кемінде 5 жыл тұрған әйелдер 45 жаста шыға алады. Сондай-ақ жұмыс істемейтін әйелдердің кішкентай балаларын бағып күткен уақыты зейнетақы тағайындау үшін еңбек өтіліне есептеліп отырады. Дегенмен ол әрбір бала 3 жасқа толғанға дейін жалпы алғанда 12 жылдан аспайды деп көрсетілген. Мәжілісте де бұл мәселені көтеріп үкіметке сауал қойған депутат Александр Мюлитин былай деді. Қазақстандықтардың көпшілігінде жалақының аздығына байланысты зейнетақы жинақтары жеткіліксіз. Біздің партия бұрын дәлелденген ынтымақтастық зейнетақы жүйесіне оралуды ұсынады. Біздің басты ұсыныстарымыздың бірі азаматтардың зейнетке шығу жасын қайта қарау, оны еңбек жағдайларының ауырлығына қарай есептеу керек. Азаматтың жынысына қарамастан зейнеткерлікке шығу шегі 60 жасқа дейін төмендетілуі керек. Жұмыссыз жастар туралы күрделі мәселе туындап жатқанда зейнеткерлік жасты біртіндеп ұлғайту мүлде мағынасыз болып көрінеді деді мәжіліс депутаты. Ал әлеуметтік желілерде таралып жүрген зейнетақы жасына байланысты ақпаратқа жауап берген ресми орталық былай деп хабарлады. Мессенджерлер мен әлеуметтік желілерде таратылған Қазақстанда зейнеткерлік жасының өзгеретіні туралы ақпарат шындыққа жанаспайды. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес ерлер үшін зейнет жасы 63 жас, әйелдер үшін қазір 60 жас және одан әрі 2027 жылға қарай 63 жасқа дейін біртіндеп артады деді ведомствоның ресми сайты. Соңғы жаңалықтардан да құлағдар болыңыз. Зейнетақының жаңа жобасын жасаған отбасы банк былай деп мәлімдеді. Енді арнайы шотқа бір жолғы зейнетақы төлемі түскеннен кейін де өтініміңізді қайта өңдеуге қайтарған болса да қаражатты қолдану мақсатын өзгерте аласыз. Яғни енді жаңа өтініш жолдау және мақсатты өзгерту үшін 45 күн күтудің қажеті жоқ. Мұны НПФ отбасы KZ платформасында бірден орындауға болады делінген. Ал сіз елдегі зейнет жасына көңіліңіз тола ма? Өз ойыңызды айтар, ұсынысыңызды төмендегі комментарий бөліміне өтіп қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.